Ассаламағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әрі қазақпай қуатты болсын. Көрермендердің сұрауы бойынша бұқамыздың салмағы туралы айтайық деп. Көп кісілер сұрап жатыр, бұқаң неше салмақ берді, айтпадың ғой деп. Біраз уақыт байланысымен айтамадық. Ангус бірінші тұрған, бірінші мына 4 жасар ангус 332 кг салмақ берді. Таза 5 айда. Бұл енді жақсы семірмеді. Кішкене тамақ ауырды, сосын барып мойнын шынжырғиды. Сондай жағдайлар болды дағы, аса ет қоспай тұрды. Сосын 1-2 ай ұстаймыз ба дегенбіз, оған шығарып жібердік. Сосын қасында тұрған сарғасқа бұқа 322 кг салмақ берді. Бұл енді таза ет салмағы ғой, таза ет. Майларын барлығын алып тастағандағы. Тағы да бір қысқа видео шығарғам, соған айтып жатыр. Тірі салмағы ма деп. Жоқ, тірі салмағы емес, еттей салмағы 322 кг. Бұл екі бұқаны енді 420 мыңнан алынған. Өткізген кездегі таза пайдасы 200 мыңнан пайда қалдырды. Жем шөбін барлығын шығарып тастағанда. Ал енді 1,5 жасарларға келейік. 1,5 жасар бұқалар. Мына қызыл тоқал бұқамыз 212 кг. Қасындағы тұрған тарғыл 206 кг. Және мына көктөбел 207 кг берді. Қасқа бұқамыз 216 кг. Қоңыр, сынық мүйіз қоңыр мынау 236 кг. Ал енді подсос ала бұзау 211. Екіншісі мынау үлкені ең шетіндегі 226 кг. Бұларға да 5 ай негізінен аз болып тұр. Подсос 6-7 ай тұру керек. Сол кезде мыналар жобамен 270-280-ге дейін кеп қалар еді салмағы. Оған аяқтар шыдамай қалама дедік. Екіншіден басқа ақша керек болды. Сол үшін шығарып жібердік. Бұл енді 1,5 жасарлар мына подсос. Бағасы 240 мыңнан алынған. Жем шөбін барлығын шығарғанда 150 мыңнан қалдырды. 5 айдағы еңбек. Осылай өткізіп аман есен барып қайттық.